Құрметті ханымдар, бүгін сіздермен осындай керемет шоколадты панкейк жасайтын боламыз. Балаларыңызға ұнайтыны сөзсіз, сіздер де жасап көріңіздер. Ол үшін бізге қажетті заттар: жұмыртқа, бір жұмыртқамызды ыдысымызға салып, үстіне қантымызды салып, ас қасықпен 3 ас қасық қант салсаңыздар жеткілікті. Жақсылап қантымыз ерігенше араластырамыз. Дайын болған массамызға бөлме температурасында тұрған жылы сүтімізді құямыз. 250 мг сүт құйсаңыздар жеткілікті. Холодильниктегі суық сүт болмайды, жылы болуы қажет. Бізде дәл осындай масса шығады. Әрі қарай 3 шай қасық су майымызды, күнбағыс майын құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін 1 ас қасық ас содасының үстіне 1 шай қасық уксусымызды құйып, араластырып, дайын болған массаның үстіне құямыз. Сол кездерде сіздерде осындай керемет көбікті масса пайда болады. Бұл осылай жасасаңыздар, сіздердің панкейктеріңіз өте әдемі, пышный болып шығады. Жақсылап массамызды араластырып, үстіне осылай електен өткізе отырып, 250 грамм ұнымызды саламыз. Міндетті түрде електен өткізіп отырыңыздар, өйткені түйіршіктеліп қалмауы қажет. Бізде осындай қоймалжың әдемі масса шығады. Бір келіп етіп араластырғаннан кейін қоймалжың масса шығады. Біздің массамыз дайын. Табанымызды майлап, бір рет майласаңыздар жеткілікті. Панкейктерімізді осылай құйып, алдыңғы бетін және артқы бетін аударып отырып пісіріп аламыз. Ортасына ақ немесе қара шоколад салуларыңызға болады. Дәл осы видеода көрсетілгендей шоколадтарды салып, үстіне аздаған массамыздан құйып, шоколадтың үстіне құйып шығамыз. Панкейктерімізді осылай екі жағын әдемі болып, осындай қызыл сары түске енгенше пісіріп аламыз. Мінекей біздің шоколадты панкейктеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің отбасыларыңызға және балаларыңызға ұнайтыны сөзсіз. Маған лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетуді